Бәріңе сәлем. Осы каналды ашқаннан бері менде сендермен бөлісуге тұрарлық көп оқиғалар болды. Мысалы, ноутбук жайлы историяны мен каналды ашқаннан кейін ғана еске түсірдім. Содан кейін сендермен бөліссем жақсы болады деп ойладым. Себебі біреуге өз оқиғамен бөлісетін болсам, өзіме де жақсы болады, сендерге де қызықты, пайдалы контент болады. Менің қателіктерімді қайталамайсыңдар, немесе өзімнің тексеріп көрген кеңестеріммен бөлісемін. Сол сияқты бүгінгі видеода менің видеокарта алғаным жайлы, немесе видеокартаны 20-20 жылда қандайын алуға болатынын, және видеокартамда ойындарда қанша FPS болатынын көрсетемін. Теоретически видео қызық болады, практически бірақ білмеймін. Фактически айтқандарым 100% дұрыс болады. Фантастически видеоны бастаймыз. Видеоға кеттік, короче. Это переход, Ең бірінші оқиғаның басталуын айтайын. Яғни бұл видеокартаны алу туралы ой ең бірінші компьютер құрастыру деген ойдан келді. Бұл түсінікті екенін бәрі біледі. Яғни бұл оқиға мен каналды ашқаннан бастап басталды. Бірақ оның алдында да компьютер құрастырғым келді. Бірақ бұл каналды ашқаннан кейін менде компьютер құрастыруға деген желание өте қатты болды. Осы каналды ашқаннан кейін мен видео түсіре бастадым. Яғни видеоны түсіргенде мен видеоның монтажы мен ноутбугымды көтермейтінін түсіндім. Яғни каждый тупой білетіндей мен компьютерді тек қана монтажға емес, ойынға да алуды шештім. Өйткені менің ескі ноутбугымда CSGO-ның өзі 20 FPS, 30 FPS пен ғана болады. Және 3 минуттық видеоның өзі 2 сағаттай рендер жасалатын болған. Сондықтан да өзіме жаңа компьютер алуды шешкен болатым. Осылай мен 2 ай бұрын менің жаңа компьютеріме ақша жинай бастадым. Яғни мен алайын деп жатқан компьютерімнің характеристикасы осы жерде шығып тұр. Бірақ та бұл характеристика менің 2 ай бұрынғы ойым болған. Қазір кейбір заттарға ойым өзгерді, яғни басқа характеристика алам деп шештім. Мысалы, ең бірінші 1650 супердің орнына RX 580 деген видеокартаны алам деп шештім. Одан кейін 1060 деген видеокартаны алдым. Бірақ ол туралы видеоның соңғы жағына қарай айтамын. Қазір ақшаны қалай жинағаным туралы айтайын. Менің жасым 16-да болғандықтан мен колледжде оқитын студентпін. Осыдан кейін менің жолым болғандықтан мен грантқа түсіп, стипендия алу мүмкіндігін алдым. Яғни ай сайын маған стипендия түсіп тұрады. Менің бір айлық стипендиям 20 000 теңге болса, осы 2 айда менде 40 000 теңге жиналды. Бірақ сол кезде мен 1650 суперге ақшам жетпеді. Өйткені 1650 супердің бағасы 90 000 теңгедей болды. Бірақ одан басқа комплектующияларды алам деп шештім. Осыдан кейін мен қызық болсын деп жай ғана OLX-қа кіріп едім. Видеокарталар деп жаздым. Сол видеокарталардың ішінен 1060 3 ГБ деген видеокартаны таптым. Мен осы жерде осы видеокартаға қатты қызығып, YouTube-қа осы видеокарталардың ойындағы FPS-тарын, немесе ойында қанша градусқа дейін қызатынын, немесе ойында менің процессормен связка бар ма, соның бәрін көрем деп шештім. Оны көргеннен кейін мен осы видеокартаның өз бағасына өте қатты сай екенін түсіндім. Бірақ түсінікті, бұл видеокарта магазинде қазір сатылмайды, бірақ сатылатын болса 120 000 теңгедей болады. Бірақ бұл жерде өте үлкен минус болды. Бірінші минус, бұл видеокартаға менің ақшам жетпеді, яғни бұл видеокарта 50 000 теңге тұрды, ал менде 40 000 теңге болды. Екінші минус, бұл видеокарта қаланың басқа шетінде орналасқан, сондықтан да маған бұл видеокартаға бару үшін 30 километрді автобуспен өту керек болды. Бірақ видеокарта үшін бәрін істеуге болады. Сондықтан да мен 30 километрмен осы видеокартаға бардым. Ал ақшаны ата-аналарымнан пока что сұрай тұрдым. Сосын видеокартаны былай алдым. Қаланың басқа шетіндегі бір үйге бардым. Сол үйде мені бір 30-40-тағы бір аға күтіп алды. Үйінде 2 компьютер бар екен. Яғни бұл аға компьютерді жақсы біледі, компьютермен айналысатын аға болып шықты. 2 компьютерда мощный компьютер болды. Сонда мен бұл жерде бір нәрсеге таңғалдым. 30 мен 40 арасындағы шамадағы аға компьютер туралы білетініне таңғалдым. Яғни бір компьютерінде Core i3 9100F, сосын водяной охлаждение. Сол компьютерінде менің видеокартам тұрды. Әрине видеокартаны алмастан бұрын оны тексеру керек болды. Біз Furmark деген программаға кіріп, соны тексере бастадық. Видеокарта өзін жақсы көрсетті. Яғни максимум видеокарта нагружать еткенде видеокарта 75 градусқа дейін ғана барды. Бұл видеокарта үшін өте күшті көрсеткіш болып келеді. Және ойындарда уверенно, требовательный любой ойында бұндай градусқа бармайды. Сосын одан кейін біз ойындарды тексердік. Fortnite-та низкий настройкада 500 FPS-тей болды. Бірақ мен білмеймін бұл жерде не үшін 500 FPS болғанын. Походу оның оперативный памяті басқаша болды. Сондықтан да FPS кішкене көбірек болды. Өйткені ол аға өзі айтқан болатын. Оперативный памятінде 3600 МГц-тай частота болған. Бұл частотада ойындарда жақсы FPS болады, және де 2 плашка оперативка. Яғни 2 каналды режимда болған. Сосын видеокартаны 10 минуттай тексердік та, видеокарта 75 градусқа дейін барғандықтан видеокарта нормально болды. Яғни бұл ағада 2 видеокарта болған. Біріншісі 1063 ГБ деген компаниянікі, екіншісі 1063 ГБ MSI деген компаниянікі. Ол аға айтты, яғни ода
MSI деген компания бар, бірақ MSI деген компания нашар деді. Оны білмеймін, бірақ Gigabyte деген компанияны мен сатып алдым. Бұл жерде кейбіреу айтуы мүмкін: не үшін сен 1060 алдың, 3 гигабайт қой, память аз, анау мынау деп айтуы мүмкін. Понятно, память аз. Оның орнына бірақ басқа видеокарта алатын болсаң да, ол видеокарта бағасы қымбат болады, бірақ та производительность жағынан осы видеокартамен бірдей. Яғни мен сендерге түсіндірейін, менің бюджетім өзі 40 000 теңге болды. Яғни мен бұл бағаға новый RX 550 немесе сондай видеокарталарды алуға болатын еді, бірақ ол видеокарталарды алып не қыламын мен? Маған 1060 супердікіндей мощностьта видеокарта керек болды. 1060 3 гигабайттық 1060 суперге жетпейді, бірақ 1060 супер одан 10%-ке ғана мощный болады. 10%-ке мощный болса, оған ақша төлеудің смысл жоқ деп ойлаймын, өз ойым. Сондықтан да 1063 гигабайттық алдым. Яғни бір жақсысы OLX-та да осы 1060-тың жақсы предложениесі болды. Яғни 1060-ты 50 000-ға еш қаяқтан таппайсыңдар. Еще бұл 1060 OC деген, яғни разогнанный версиясы. RX 580 алуға болатын еді, бірақ RX 580-нің бағасы 65 000 теңге болды. Менің бюджетіммен санағанда 65 000 теңге менде болған жоқ. OLX-тан да 50 000-ға табуға болатын еді, бірақ 50 000-ға 580-ді мен таппадым. Сондықтан да мен өзіме 1063 гигабайтты алдым. Екеуін салыстырғанда кейде ойындарда 1060 жеңеді, кейде 580 жеңеді. Сондықтан да екі видеокарта бірдей екен деп ойладым да. По факту бірдей, бірақ негізінде, өйткені 580 FPS-тен озған кезде 1060-тың градусы аз болады. Яғни солай керісінше де болады. Сондықтан да менің өзімнің шешімім бойынша бұл видеокартаны мен жақсы таңдауды жасадым деп ойлаймын. Енді видеокартаның обзорына көшейік. Видеокарта маған бәрің білетіндей осындай жасыл коробкада келеді. Яғни Gigabyte компаниясының өзінің дизайны бойынша осындай жасыл коробкаға салады. Әдемі коробка, яғни маған бұл коробка ұнайды. Келесі коробканы ашатын болсақ, біз видеокартаны көреміз. Яғни бұл видеокарта бір вентиляторлы. Маған бұл жерде бір вентиляторлы видеокарта алғаным үшін жолым болды деп айтайын. Себебі 1062 вентиляторлы видеокарта болса, оның өте қатты пайдасы бар деп ойламаймын. Себебі екі вентиляторлы видеокарталар көбінесе қатты қызатын видеочиптарға арналады. Яғни видеокартаның ішінде өзінің видеочиптары болады. Сондай қатты қызатын видеочиптарға екі вентиляторлы видеокарта салады. Ал қатты қызбайтын видеокарталарға екі вентилятор салудың смысл жоқ. Ол тек қана тез сатылу үшін сондай екі вентилятор салады. Сондықтан да сендерге егер 1060 алатын болсаңдар, онда екі вентилятор алуға кеңес бермеймін. Ал айында алатын болсаңдар, онда екі вентиляторлы видеокарта алған дұрысырақ болады. Және де видеокартаға тағы бір жолым болған жер, ол видеокартада 6 пин разъем. Яғни бұл жерде дополнительный питание ештеңе керек емес. Өйткені кейбір блок питанияларда бұндай дополнительный питаниялар болмайды. Көбінесе көп блок питанияларда 6 пиндік разъемдар болады. Общем, осымен видео сендерге ұнады деп ойлаймын. Осы видео қызық болды деп те ойлаймын. Осы видеода сендерге көп пайдалы заттар айтты деп те ойлаймын. Және видео ұнаса комментарияға жазып кетіңдер. Лайктарыңды ұмытпаңдар, каналға подписаться етуді ұмытпаңдар, және де достарыңды осы каналға шақыруды ұмытпаңдар. Себебі менде бір мақсат бар. Осы жаңа жылға дейін менде 500 подписчик болса жақсы болатын еді. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Видео аяқталған жоқ, сендер ойындарға осы видеокартаның тестін көрсеңдер болады ары қарай. Мен озвучка жасамаймын, өздерің көре беріңдер. Давайте, короче.